Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен қытырлақ болып пісетін форстың рецептімен бөлісемін, және де өзімнің пісіру тәсілімді көрсететін боламын. Ең бірінші таза ыдысымызға жұмыртқа, сода, тұз, шекер салып араластырамыз. Ұн салып жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған жұмсақ қамырымыздың бетін жауып 30 минутқа бөлме температурасына қоямыз. Келесі енді тестімізді тең екіге бөліп, жұқа етіп жазамыз. Айналасын тегістеп, артық жерлерін кесіп тастаймыз. Арасын шамамен 5 сантиметрдей етіп кесіп шығамыз. Енді осыны видеода көрсетілгендей етіп, шанышқымен орап аламыз. Қатты қысып ораудан қажеті жоқ, пісіргенде қамырымыз жабысып қалуы мүмкін. Қызып тұрған майға пісіреміз. Міне видеода көрсетілгендей бір жақ ұшын вилкамен ұстаймыз да, екінші ішіндегі вилканы жәймендеп айналдыра отырып ашып пісіріп аламыз. Тез-тез піседі, сондықтан күйіп кетпеу керек. Бірінші беті піскен соң екінші жағын айналдырамыз. Осылай барлық қытырлақтарымызды пісіріп шығамыз. Пісіретін газдегі ыдысымызда шұңғылдау болған жақсы, майды мол құйып пісіру керек. Сонда қытырлақтарымыз әдемі болып піседі. Осымен қытырлақтарымыз да дайын болды. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша үстіне сахарный пудра сепсеңіздер болады. Менің видеом ұнаса, маған тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.